Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Көңіліміз кірленбеген балалық шақ. Көрші тұратын Арайлым менің ең жақын құрбым еді. Екеуміз бір-бірімізге соншалықты бауыр бастық, тіпті өз сіңілімді де дәл солай жақсы көрмеген шығармын. Күнде таңды бірге қарсы алып, кешті бірге батырдық. Қуанышымызда, мұңымызда ортақ болды. Жастықтың ең жарқын сәттері дәл сол кездермен өрілді. Әттең, сол бала көңілмен достығымыз мәңгі деп сеніп едік қой. Бізді бір күні бір-біріне қас боласыңдар десе, сенбестен күлер едік. Бірақ тағдырдың өз дегені бар екен. Біз бір кездері бір-бірінен ажырамайтын қос құрбы бір сәтте бір-бірімізге жат, тіпті қас дұшпан болып шыға келдік. Бір-бірімізге дұшпан болу менің қызғаншақ мінезім себеп болды. Мектеп бітірген соң аяулым өз біліммен оқуға түсті. Ал мен түсе алмадым. Сол сәт жүрегіме ауыр тиді. Бөлмеме кіріп 3 күн бойы жыладым. Есікті ішінен құлыптап, ешкіммен сөйлеспей, терезеден сыртқа да қарамай, өз әлеміме қамалып алдым. Бүкіл жан дүниемді жалғыз ғана ой биледі, келер жылы оқисың деген ата-анамды дәл осы жылы оқуға түсуге көндіру. Әкем алғашында үзілді-кесілді қарсы болды. Бірақ менің қырсық, қайтпас мінезіме төзе алмай, ақыры амалсыз көнді. Жылдар бойы жалғыз мініп жүрген арда жылқысын сатып, мені аяулым оқитын қаладағы колледжге ақылы оқуға түсірді. Сол сәтте қуанышым қойныма сыймай кетті. Көп күндік жылаудан ісіп кеткен бетімді жуып, өз-өзіме келіп, жаңа өмірге қадам бастым. Екеуміз де жатақханада тұрдық, 2 бөлек ара-тұра кезде тұрдық. Бірақ жүрегімнің бір түкпірінде қызғаныштың көлеңкесі қылаң беріп тұратын. Ол университетте оқыды, ал мен колледжде. Сол үшін өзімді одан бір саты төмен сезінетінмін. Кейде аяулым мені менсінбейтіндей көрінетін. Бірақ ол ешқашан ондай әрекет жасаған емес. Досқа адал, шынайы жан еді. Менің көңілімдегі бар күресті, күмәнді тек өзіммен ғана жүргізіп жүрдім. 2-ші курстан бастап аяулым екеуміз өзге қыздармен бірге бір пәтерде тұра бастадық. Баяғыдай бірге күліп, бірге сыр бөлісіп жүрген құрбымыз. Бірақ менің ішімдегі қызғаныш сезімі әлі де басылар емес. Ол үнсіз, көзге көрінбейтін, бірақ жанды кеміретін сезім еді. Бір күні барлығымыз концертке бардық. Адам ығы-жығы, көңіл көтеріңкі. Сол сәтте бір жігітпен абайсызда соқтығысып қалдым. Ол маған қарап жымиып, «Танысайық», деді. Ішімнен сәл паң көрінгім келді. «Таныспаймын» деп салқын жауап бердім. Өйткені ол жігіт қарапайым спорттық киімде еді. Көз алдымда бай, сымбатты жігіттің образы қымбат джинсы мен сәнді рубашкада болатын. Ал мына жігіттім қарапайым көрінді. Сол себепті менсінбей бұрылып кеттім. Алайда ол жігіт қасымда тұрған аяулымға қолын созып, «Онда сенімен танысайын», деді. Аяулым болса жайдары жымиып, сыпайы түрде таныса кетті. Сол сәтте ішім бір түрлі болып кетті. Құрбымның сол әрекетіне ренжідім. Іштей, неге мен қайтарған жігітпен танысады? Деп ойладым. Бірақ үндемедім. Кейін білдім. Алматының бай жігіттері дәл осылай қарапайым киініп, артық пафоссыз жүретінін. Ал мен болсам сыртына қарап баға беріп, бір мүмкіндіктен өзім бас тартқан екенмін. Арада уақыт сырғып өте берді. Арайлым құрбым күннен күнге құлпырып, әлгі жігітпен жиі кездесіп жүрді. Кездескен сайын оның қолында қымбат сыйлықтар, жүзіне күлкі үйірілетін. Сол сәттерде менің жүрегімде бұрын соңды болмаған бір сезім бас көтерді, қызғаныш. Ешкімге білдірместен, іштей тынып, Арайлым әр кездесуге шыққанда, мен де ізінен қалмайтын болдым. Бастапқыда өзімді жай ғана қызығушылықпен қарап жүрмін деп жұбаттым. Бірақ шын мәнінде менің бар арманым әлгі жігітті өзіме қарату еді. Оның есімі Бақытжан. Алайда не істесем де, қалай қарасам да, Бақытжанның назары Арайлымнан басқа жаққа бұрылған емес. Ол тек соған ғана шын ықыласымен, ерекше мейіріммен қарайтын. Ал мен болсам, сол бір мұздай көз қарастың ішінде үмітімнің жылуын іздеумен болдым. Жазғы демалыста келіп жетті. Ауылға 2 құрбы бардық. Бара сала мен анама аяулымды өсектей бастадым. «Мама, білесіз ба, Аяука қалаға барып әбден өзгерді. Бір жігітпен жүреді.
Көлігі бар ол жігіттің кеш батса таңға дейін сол жігітпен қыдырып кетеді. Пәтерге тек таңға жуық келеді. Қанша рет айтып едім, мені тыңдамайды деп өсекті жібердім. Шын мәнінде құрбым ондай нәрсе жасамады. Тек түнгі 11-ге дейін ғана қыдырып келеді де, түнгі 2-3-ге дейін телефонын өшіріп сабақ оқиды. Оның бұл қылығын қасымдағы қыздардың барлығы біледі. Бұл бұрмаланған өсекті айту мақсатым, аяулымның анасы мен менің анам өте жақын, араларында сыр тұрмайтынын біліп әдейі айттым. Ертеңіне анам аяулымның анасын шақырып алып, шай ішкен болып, мен айтқан әңгімені айтқанда құрбымның анасының түрі бозарып кетті. Ойбай, ол қыздың солай тәрбиелеп едім. Ойбай, енді не істеймін деп бетін шымшып. Содан менің анам, анау құда түсіп жүрген Фатиманың баласына қашырып жіберсең қайтеді. Ауылдың танитын адамы ғой. Жағдайлары да жақсы. Менің қызымды сұрамады ғой, әйтпесе сөзсіз берер едім деп әңгімені соғып отты. Аяулымның анасы да анамның сөзінен кейін ойланбастан. Фатимаға хабар берерсің онда, рұқсатымды бердім. Ол қызды қазір құртпасам, ертең абыройымды төгіп, қарабет қылар деп көңілсіз түрде айтты да үйіне кетті. Көп ұзамай құрбымнан бір жола құтылдым. Оны анам айтқандай Фатиманың ұлы алып қашты. Байғұс құрбымның қасына барғанда қатты қиналдым. Оның жылағанымен шарасыз түрін көріп, өзімді іштей жек көрдім. Бірақ менің де бақытты болғым келді. Бақытжан ол менікі. Ол менімен танысқысы келіп еді басында деген оймен өзімді жұбатып Аяуканың қайғысын елемеуге тырыстым. Аяулым менен телефон сұрайтынын біліп, әдейі телефон тастап кеткен едім. Бақытжанмен сөйлескенін қаламадым. Ақ көйлек киіп, некелерін қиғанша әбден уайымдап болдым. Бұл істе бітті деп ішімнен қатты қуандым. Аяулымның үйлену тойынан фото, видеоларды Бақытжанға жібердім. Оның нөмірін бір кездері сақтап қойғаным бар. Ол да сүйіктісінің бұл қылығына қатты күйінді. Менің соңғы жылым еді. Қалаға бара сала Бақытжанмен кездесуге өзім бардым. Аяулымның алып қашу емес, өз еркімен ол жігітке шыққанын, және ол жігітпен мектеп кезінде жүрген деп жалған әңгімемен ол жігіттің миын уладым. Бақытжан, мен сенімен алғаш рет соқтығысып қалғанда сені ұнатып қалдым. Тек сенімен таныспаймын деп өзімді сәл мінезді етіп көрсеткім келді. Бірден таныса кету қыз баласы үшін намыс көрдім. Ал Аяука сразу танысып алды. Осы бір сөзімнен соң Бақытжанмен жиі кездесу болды. Диплом алған соң маған құда түсіп үйден ұзатылып шықтым. Сол кезде ғана аяулым менің қандай екенімді білген болар. Ол да ұзату тойыма қатысты. Іші шермейіп жүкті еді ол кезде. Бақытжан екеуі көздерімен бір-біріне ұрлана қарағанын мен ғана байқадым. Бай отбасыға келін болдым деп қуанып жүргенім бекер екен. Енем өте қатал, сөзі жекіп көзімен ақ жанымды шығарады. Ал менің сүйдім, күйдім деп тұрмысқа шыққан Бақытжаным. Оның төсекте сиіп қоятын дерті бар екен. Ең сорақысы бұл жайлы өзі еш ұялып намыстанбайды да. Әлде бір қалыпты дүние сияқты қабылдайды. Ал мен таң атқанда үндемей төсек орнын жуып жатамын. Үлкен адамның зәрі деген оңай ма, бөлме түгел сасып кетеді. Осылайша бай тұрады деген үмітпен келген күйеуімнің бойынан ауруды, жүрегімнен жиіркеніші таптым. Енем болса бір тынбай сөйлейтін, аузы жабылмайтын жан екен. Тыныштық деген мүлде жоқ. Бір ай болмай жатып ішімнен бәрінен суынып кеттім. Енді не істеймін? Кетіп қалуға да ата-анамнан, құрбым аяулымнан өзімше намыстанып жүрдім. Шыдадым, Бақытжан деген нағыз сорлы екен. Қайта-қайта пастел жуғаным үшін шағымданып едім. Түгімді қоймай соққыға жықты. 6 ай әзер шыдадым. Жаңа жыл еді. Ешкімге ештеңе демей ол үйден кетіп тындым. Содан кейін аяғымда аттап баспадым. Бақытжан да мені іздеп келмеді. Әкемнен ақша алып қалада жұмыс жасап ажырасқан еркекке тиіп алдым. Ешқандай байлығы болмаса да айтқанымнан шықпайтын бала сияқты. Маған да керегі осы еді. Бірақ еркек секілді өз бетімен тірлік жасау деген жоқ. Өзім жүремін. Бір балалы ғана болдым. Университет оқымағасын, колледж дипломы мектепке жарамай, супермаркетте жұмыс жасап, бастықтарға бір жерімді беріп, әйтеуір зорығып жүріп, өз күшіммен үй салып алдым. Күйеуім бар деген аты бар. Әйтеуір жұмыс жасап қасымда жүр.
Ал аяулым болса жеке бизнесі бар леди. Оның күйеуі де кәсіпкер. Кезінде оған қиянат жасамай тыныш жүргенде менде бақытты әйел болар ма едім. Әңгіменің соңы арнама тіркеліп лайк басып ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.